Менің мамандығым балабақша тәрбиешісі. Бала кезімнен тәрбиеші болуды армандаған едім. Осы арман мақсатпен Түпқараған гуманитарлық техникалық колледжіне мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие мамандығына оқуға түстім. Бұл тәрбиеші мамандығын таңдаудағы себебім ол өте қызықты мамандық. Сені балалар жақсы көреді және сенен әрдайым қандай да бір жаңа нәрселер күтеді. Ал мен болсам, олардың өмірімен бірге өмір сүремін, табыстарына қоса қуанамын. Колледж қабырғасында білім алып жүріп, бірнеше сайыстарға қатыстым. Мен жаһандану теңізіне желкенін жайған, мемлекетіміздің ертеңі алға бастайтын, мықты ескегі болатын, балабақша бүлдіршіндерін тәрбиелеу мен оқу білім қайнарымен сусындататын осындай абыройлы мамандығымды мақтан тұтамын. Біз мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілері тәуелсіз татулығы жарасқан байтақ мекеннің болашағы үшін құстың қанатындай су болса да көмегімізді тигізіп жатырмыз деген мақтаныш кеудемді кернейді. Теориялық білімімді тәжірибемен ұштастырып, дуальдық оқыту жүйесі арқылы ауданымыздағы балабақшалардан іс тәжірибеден өттім. 2018-2019 оқу жылында мектепке дейінгі тәрбие құзыреттілігі бойынша колледжішілік WorldSkills Қазақстан 2019 байқауында бас жүлде иеленіп, облысқа жолдама алдым. Облыстық WorldSkills 2019 Ақтау өңірлік чемпионатында 2-ші орын күміс медальмен марапатталдым. Менің осы жеңіске жетуіме ықпал еткен арнайы пән оқытушым Айлханова Гүлжан Ғалымқызына алғысым шексіз. Бала тәрбиесімен айналысатын әрбір педагогтың алға қойған мақсат-міндеті мен педагогикалық ұстанымы болады. Менің өмірдегі ұстанымым жүрек қалауыммен таңдаған жұмысыма жауапкершілікпен қарау. Тәрбиеші болу жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы, келешек ұрпақтың сәулетшісі.